Ассалаумағалейкум достар. Біз міне кешегі суарып келген жерімізге мынадай мастика жағайын деп жатырмыз. Интернеттен қарап, отзывтарын оқып, осы бір мастер вакс па, макс па не дейді. Интернеттен оқып, отзывтарды қарап, осы бір резина битумная мастика дейді. Осыны таңдап көрейін деп жатырмыз. Так, 1 литрі 2000 теңге. Бұйырса, мына жерге жағатын боламыз. Бірінші бірақ обработка жасап аламыз. Мастиканы жақпас бұрын мынадай преобразовательмен шашып, орнын тазалап, сосын барып жағатын боламыз. Бірінші щеткамен тазалап, содан соң жағамыз. Щеткамен бәрін тазалап аламыз. Содан соң бетіндегі шаңын алып тастаймыз. Бисмилля деп бастаймыз. Аны 2-3 минут шайқап аламыз, араластырып. Содан соң 10-15 минутқа кептеп қоятын боламыз. Так, енді домкратпен көтеріп, мынаның ішкі жағын брызгить етіп обработка жасаймыз. Алдыңғы дөңгелекке тас немесе мынандай ағаш машина жылжып кетпеске тіреп қоятын боламыз. Так, баланды ағытып жасайын деп жатырмық, ыңғайлы болу үшін. Так, дөңгелекті сымайтеттік. Енді мен доступ ашылды, ыңғайлы. Бұл жақта да бұл жақта да щеткамен аламыз. Щеткамен тазалап. Так, сосын бастаймыз. Так, шашып шықтық. Енді 15 минутта күтеміз. Так, енді үстін тазартып шығамыз. Щеткамен, тряпкамен сүртіп, сосын бұйырса бастаймыз. Бір жер етіп алдық. Құрғақ тряпкамен сүртіп аламыз. Так, міне дұрыстап араластырып аламыз. Инструкциясын оқып, еще мынадай міне. Жаңағы сұйылтуға да болады. Тщательно араластырамыз. Осындай қою қараңыздар. Оп, бисмилля деп жағамыз. Жағалауын көрейік. Кәдімгі резина ма, клей ма, сондай сияқты. Бір солай өткізіп, негізі инструкциясында 5-6 сағат деген, бірақ кеше интернетте тоже солай не жасап көрді. 3 сағат, 2 сағат, 3 сағаттан кейін екінші слойын жақты. Уже қатып қалған. Сондықтан біз де көретін боламыз солай. Сатқан жерде бензин ба, бірдеңе араластырып жүр дейді, оның қажет жоқ сияқты. Бізге қою болғаны жақсы. Әрі ұстың бәріне кіріп жақсы болады. Өте керемет жағылу.
Сваркілген жердің бәріне жағамыз. Осылай жағып шығамыз бәріне. Толықтай жағып болғасын көрсетемін. Так. Екінші жағына жағамыз. Саған мына ішкі жақ водитель жағына. Металға жабысы өте керемет. Қуыс-қуысын бәріне жағамыз. Бірінші слой болды. Өте керемет жатады екен. Смола сияқты. Бірінші слой болды. Полный жағып шықтым. Енді мына арканы істейтін боламыз кілоған. Енді мына астын істейтін боламыз. Мына жерлерін сүртіп жағын тазалап жүріп жібереміз. Мына ржавчинаның бәрін алып тастады ғой. Преобразователь. Защитный алып тастаймыз еще асфальт қойды. Бәріне жағып жібереді. Мына жігіттер қандай патрульді алып тастадық. Ашып тұрғасын ішіндегісін бәрін тазалап, мына жердің бәріне жағып тастайтын боламыз. Ішкі жағы, қолымыз жеткен жердің бәрін преобразовательмен шашып, сүртіп, пластика жағатын боламыз. Енді преобразовательмен арканың ішінің бәріне жап шығамыз. Бәрін обработка жасап шықтық. 15-20 минут күтеміз. Орнын тазалаймыз. Сосын пластика жағып шығатын боламыз. Оған дейін мынаны жақсылап араластырамыз. Так, өткізіп алдық. Бәрін тазалап. Енді құрғақ тряпкамен сүртіп шығамыз. Содан соң пластика жағатын боламыз. Міне. Пластиканы осылай каждый шовқа әр бетіне бәрін жағып шығатын боламыз. Бұл бірінші слой. Екінші слойға жетіп қалу керек, бір литрлік көреміз. Осылай каждый шовты жағып, мына үстіңгі чашканың осылай каждый шовты жағып шығамыз. Осылай өте керемет жағылып жатыр. Оған бензин араластырудың да қажеті жоқ. Ешқандай. Біз мына үстіңгі чашканың да соғылған жерлерін бәріне жағамыз. Қалай толықтай жағып боламыз. Солай көрсететін боламыз бірінші слойда. Міне мынандай. Міне мынандай жүрген жерлерін бәріне жағып, каждый бітейтін боламыз. Так, достар, міне арканың бірінші слойын жағып болдық. Міне осылай. Бәріне. Бірінші слой жағып. Енді екінші слой жағатын боламыз. Арасынан 2 сағат салып. Так, достар, екінші слойын жағамыз. 2 сағаттан астам уақыт өтті. Қатты оймаған, бірақ үстіне екінші слой жағып шығамыз, төмен тұрады соғысын. Арка. Екінші слой жағатын боламыз. Так, жігіттер,
Екінші слойды жағып болып қалдық. Бірақ погода мынандай болып кетті. Погода сіздің сұрамайды. Жаңбырдың басылғанын күтіп отырмыз, жұмысты аяқтау үшін. Так, обработка бәрі болдық. 2 слой, 1 литр банка. Бәріне жетті, полный маркаге. Ішінің бәрін жасап тастадық. Ішінің бәрі жасалды, міне жоғарғы жағы бәрі. Ішкі жағы бәрі жасалды. Обработка енді. Осының жұмыс аяқталды. Енді подкройнигін саламыз. Баллонын саламыз, жинастырамыз. Сосын жаңартен дейін қоямыз. Подкройник салып тастадық. Кеу көріп тұрмын. Так, болды, енді баллон саламыз. Подкройник салынды. Каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.